Нидерланды таш жолында велоспорттан дәстүрлі Амстел Gold Race бір күндігі өтті. 258 шақырымды классикалық сынға Астана велокомандасы тыңғылықты дайындықпен келді. Оқу жаттығу жиындарын Тенерифе аралдарында өткізген қазақстандық команда Голландия вело жарысында жүлделі орынға үміт артқан болатын. Алдымен астаналықтар сапынан Лоренс де Врис алға сорылып шығып, топ бастаған еді. Әу баста қарсыластарынан 8 минутқа озып кеткен де Врис бір күндіктегі ең қызу қанды велоспортшы атанды. Өзге жерлестерімізде жеңіске жету үшін барын салып баққанымен көш басынан көріне алмады. Бір күндік жарыста Etix Quick Step командасының өкілі поляк Михаил Квитковский мәре сызығын бірінші болып қиды. Команда екі мәрте тамаша шабуыл ұйымдастырған еді. Алайда Диего Роса екеумізге сәттілік жетіспеді. Якоб Фульсанг та соңғы 8 шақырымда жақсы жылдамдық көрсетті, бірақ біздің жігіттердің жолы болмады. Біз тактикалық жағынан бәрін дұрыс істедік. Винченцо мен Диего алғашқылардың қатарында болып жүлдеге таласты. Сондықтан бізге бүгін сәттілік жолдас болмады. Келесі екі жарыста сәтін салса, жеңіс біздікі деп ойлаймын. Және алдағы жеңсенбіде Леж-Бастон-Леж сайысында топ жаруға ұмтыламыз.